Балалар, бүгінгі сабағымыз 54-ші сабақ, мәтінді бөліктерін анықтай аламын. 14-ші жаттығу жұмбақты өлеңдерді қатесіз көшіріп жаз дейді, шешуін тап дейді. Бір жерінде жаз, бір жерінде күз, бір жерінде қыс, бір жерінде көктем, керемет алып неткен дейді. Бір жерде балалар, бір жерде лепті белгісі неткен қойылған айт дейді. Керемет алып неткен дейді. Өйткені көңілге көтеріңкі тұр, сол үшін. Жұмбақты өлеңді қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап дейді. Бұның шешуі жер екен, міне жер. 14-ші жаттығу. 15-ші жаттығу, мәтінді әрі қарай лепті сөйлемдермен қатыстыру арқылы жалғастырып жаз дейді. Сәния анасымен көшеде келе жатып, ол аспандағы қалықтап ұшқан шарды көріп қуанып кетті. Сәния, ары қарай жалғастырамыз балалар өзіміздің ойымызбен. Сол кезде, анашым, қараңызшы қандай үлкен шар дейді, Қызым, бұл әуе шары ғой. Қандай керемет. Біз де мініп көрейікші. Жарайды, ертең келеміз дейді. Міне балалар, қараңыздар. Анашым, қараңызшы қандай үлкен шар. Қызым, бұл әуе шары ғой. Қандай керемет. Біз де мініп көрейікші дейді. Балалар, келесі 16-ші жаттығу, суреттерге қара және мәтінді оқы дейді, Балалар не істеп жатыр мына жерде? Бір нәрсе отырып жатыр, міне. Балалар, ары қарай оқимыз. Көктемде балалар гүл тұқымын септі. Олар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларға күтім жасады. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. Мәтін неше бөліктен тұрады, оны қалай анықтадың? Мәтіннің 2-ші және 3-ші бөлігінің өз сөйлемдерін толықтыр. Ол үшін суреттерде және керекті сөздерді пайдаланып мәтін ат қой дейді, балалар. Мына қараңыздар, балалар. 1-ші, 2-ші, 3-ші бөліктен тұр, өйткені 3 бөліктен тұр. Басы, міне, 3 бөліктен тұр екен. Міне балалар, бұлай жалғастырсақ болады, Міне балалар, еңбек көптің, өнбек көп деп тақырыбын сөйтіп жазсақ болады екен. Міне балалар, міне. Көктемде балалар тұқымын гүл тұқымын, мына гүл дегенді ұмытып кеттім мен, соның ортасына жазып жіберіңіздер. Көктемде балалар гүл тұқымын септі. Олар раушан және жауқазын гүлдерін отырғызды, Күнге гүлдерді суғарды. Біраздан соң бұл өсімдіктер көктей бастады. Балалар оларға күтім жасады. Балалар арамшөптерін жұлды. Жазда алуан түсті гүлдер жайқалып өсті. Балалар гүлдерден гүл шоқтарын жасады. Білім күнінде мұғалімге сыйлады. Мұғалім қуанып қалды. Балалар еңбектерінің ақталғанына риза болды. Өстіп жазсаңыздар болады. Міне балалар, мына жерде керек сөздер суғарды, арамшөптерді жұлды, гүл шоқтарын жасады, білім күніне мұғалімге сыйлады. Осы сөздерді пайдаланып мәтін құрап жаздық, Мәтінге ат қойдық. Мәтіннің аты, міне мәтіннің атын, еңбегі көптің, өнбегі көп, Міне, сөйтіп жазды, міне. Енді балалар 17-ші жаттығу. 17-ші жаттығуды жазатын боламыз. Берілген сөйлемдерде лепті сөйлем екенін дәлелде дейді. Айнала қандай әдемі, лепті сөйлем беріліп тұр, Бұл жерде көңіл күймен айтылып тұр, Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Қай сөз көтеріңкі екімен айтылғанын анықта. Зерттеу барысында леп белгісі қойылған сөйлемді ерекше дауыс ырғағымен оқылып, қандай сөзінің көтеріңкі екпінен айтылатынын көзіңді жеткіз дейді. Айнала қандай әдемі, әдемі деп тұр, Тамданып, қуанып айтып тұр, Балалар, өзіміз сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.